Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен Нұрия өте дәмді, оңай жасалатын, үйде бар заттардан жасалатын қарапайым булочканың рецептін ұсынатын боламын. Біздің булочкаларымыз жұмсақ болып шығады. Қараңыздар, арасы өте жұмсақ болып шығады. Сіздерге де жасап көруді кеңес етемін. Каналымның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Енді заттарымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге жылы сүт, ерітілген сары май, шекер, жұмыртқа, ашытқы және тұз және ұнымыз қажет. Енді ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, үстіне ашытқы мен шекерді салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. 15-20 минуттан кейін бізде қараңыздар, осындай реакция жүріп, шапочка болып көтеріледі. Енді үстіне сол кезде сары майымызды құямыз, тұзымызды, жұмыртқаны салып, тағы да венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін ұнымызды шетінен қоса отырып, қамырымызды илейміз. Басында осылай бірткенше кішкене венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан соң қолымызбен жұмсақ қылып қамырымызды илеп аламыз. Барлық қажет заттарды описанияға жазып қалдыратын боламын. Онды көп мөлшерде қоспаңыздар, себебі қамырымыз жұмсақ болуы қажет. Бетін жауып қамырымызды 1 сағат немесе 1,5 сағатқа қалдырамыз. 1,5 сағат өткеннен кейін біздің қамырымызды қараңыздар, өте жұмсақ, керемет болып көтеріледі. Енді қолымызға сұйық майымызды жағып, қамырымызды домалақтап алып, бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Мен 14 бөлікке бөліп алдым. Осылай қолдың көмегімен барлығын кішірек қылып домалақтап алатын боламыз. Енді қалған бөліктерін бетін жауып қалдырамыз да, өзімізге қажетті қамырды алып, осылай видеодағыдай жайып, сары майды жағып, арасына ерітілген сары майды жағып, үстіне шекерді қосып, видеодағыдай кесіп шығып, орап аламыз. Шетін жақсылап түйгендеріңіз дұрыс, өйткені аралары ашылып кетеді. Мен біріншісіне қант қостым, содан соң корица қостым. Қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Барлығын осылай видеодағыдай жасап шығамыз. Содан соң бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста қызарып піскенше салып аламыз. Мінекей біздің булочкаларымыз жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруді кеңес етемін. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.